Так, достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ақжол. Бүгін біз осы маңызды тақырыптардың бірі Эйлер-Вен диаграммасына арналған есептерді шығаратын боламыз. Олай болса, кеттік. Бізде айтқан ата-аналар жиналысында барлығы 25 оқушының әкелері және аналары келді дейді. Демек, бізде барлығы 25 оқушы бар. Аналарымыз 20, ал әкелеріміз 10. Мысалы, мен 20-ға 10-ды қосатын болсам, ол 30 болып кетеді. Ол нені білдіреді? Мысалы, мен барлығы 25 бала болса, қалай 30 ата-ана келеді деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ мен допустим, бір оқушымын, бірақ менің 2 ата-анам бар. Әкем и анам. Досымның да әкесі анасы бар, ал басқа бір досымның тек анасы келді, әкесі жұмыста болды деген сияқты ғой. Солай болады. Неше оқушының әкесі де анасы да келді дейді. Окей. Қараңыздар, сперва давайте мен мұнан бір темный көк алайық. Допустим, мына шеңбер, жиын ғой ол, әкелер болсын. Ал мына қызылымыз аналар болсын. Аналар қызыл ғой енді, розы ғой. Енді қараңыздар, әкелер 10 әкелер дейді. Әкелер 10 болған. Бірінші сыртына жазамыз бүйтіп. Ішіне жазып қоймаңыздар. Шеңбердің ішіне жазуға болмайды. Тек сыртына жазамыз бірінші. Аналар 20 болған. Вот, 20. Неше оқушының әкесі де анасы да келді. Әкесі де анасы да деген сөз екі шеңбердің қиылысуы. Осы жері бар ғой, мінекей. Мысалы, мына шеңбер ол әкелер, мына шеңбер ол аналар, ал екі шеңбердің қиылысуы екеуі де деген сөз. Әкесі де анасы да деген сөз. Демек, мен ортасына жазамын. Сол ортасына бір X адам келсін. Білмеймін ғой, соны тап дейді. Онда мен мына 10-нан X-ті азайтатын болсам, 10 минус X деген тек әкелер келген. Мысалы, бір 10 минус X баланың тек әкесі келген. Ал 20-дан X азайтсам, 20 минус X адамның тек анасы келген. Енді біз былай жасаймыз. Бірінші азайтып алдық, тек әкелер, тек аналарды тауып алдық. Енді шеңбердің ішіне ғана қараңыздар. Сырты бізді қызықтырмайды. Шеңбердің ішіне ғана қараңыздар. Ішінде менде 10 минус X, X және де 20 минус X бар. Бәрін қосатын болсам, 10 минус X қосылған X қосылған 20 минус X. Барлығын қосатын болсам, барлық оқушының саны шығу керек. 25. Сонда мұнда минус X пен жойылады, 30 болады. Алу X тең 25. X минус X тең болады 25, алу 30. Өйткені 30-да ар жаққа лақтырамыз ғой. Минус X тең болады минус 5-ке. X тең болады 5-ке. Демек, 5 оқушының әкесі де анасы да келген. Егер 20-дан 5 азайтатын болсам, 15 қалмай ма? 15 оқушының тек анасы келген. 10-нан 5 азайтсақ, 5 оқушының тек әкесі келген. А бізге анасы да әкесі де осы жерді сұрап тұр. Демек, бізде жауабы 5 болады. Келесі есепке кеттік. Бізде мұнда не дейді? Суретші бір айда 42, демек барлығы 42. Орманымыз 17 екен, өзеніміз 29 екен. Ал 13-де орман да өзенде. Қараңыздар, мынау орман, мынау өзен болсын. Онда екеуінің қиылысқан жері не? То есть 13 суретке орман да өзенде салынған екен. Қанша түсініксіз сурет дейді? Окей. Былай ғой. Ормандарымыз жалпы 17 еді ғой. Өзендеріміз 29, Егер қараңыздар, мен мына 17-ден 13-ті азайтатын болсам, 4-еуі тек қана ормандар. 29-дан 13-ті азайтатын болсақ, 16-сы тек өзендер. Енді шеңбердің ішіндегілерін ғана қосамыз едік қой, бізде. Соны жаттап алыңыздар, шеңбердің тек іштерін қосамыз. То есть 4-ке қосамын 13-ті, қосамын 16-ны. Допустим, 4-ке 16 қосам 20, 13 қосам 33. Сонда 33 жалпы сурет бар. Ал бізде барлығы 42 деп еді ғой, 42-ден осы 33-ті азайтсам, 9 суретте орман да жоқ, өзен де жоқ. Түсінесіздер ма? Мысалы қараңыздар, мына жерде 33 деген ол не? 33 деген ол орманы бар, немесе өзені бар суреттер. Орманы да жоқ, өзенде жоқ суреттерді есеп айтқысы келіп тұр, что олар түсініксіз суреттер депші. Общий 42-нің осы орман мен өзенін алып тастасам, қалғандар шығады түсініксіздер. Түсініксіздер 9 екен. Вот. Енді бір айда 105 адам дәптерге
105 деп жазып қояйық. 164-ті қалам дейді. Қалам 164. Олардың 87-сі дәптер де, қалам да. Дәптер мен қаламның қиылысуына 87, өйткені екеуі де деп тұр ғой. Демек, мен қазір мына 105-тен 87-ні азайтып қалам. Қазір көрейік қанша болатын. Ну, примерно 18, ау. 105 минус 87. Да, 18. 18-інде тек дәптер алған. 164-тен азайтып қалайық 87-ні. 77. 77-сі тек қалам алған. Тек қана қалам ол 77-сі. Сыныпта 37 оқушы бар. Значит, барлығы 37. Вокалға 20-сы, В болсын, оған 20 барады. Б-ге 15 барады. Ал жетеуі 2 үйірмеге де қатысады. Мұнда ортасы 7. Бұл сыныпта 2 үйірмеге де қатыспайтын дейді. Мысалы, мен 20-дан 7-ні азайтсам, 13-ім тек вокалға барады. 15-тен 7-ні азайтсам, 8-ім тек қана биге барады. Енді шеңбердің ішіндегілерді қосамыз, міндетті түрде. 13 қосу 7 қосу 8. Бізде 28 болады. Бірақ бізде жалпы 37 бала еді ғой. 37 баладан осы 28 баланы азайтамыз. Ал 28 бала бірдеңелерге қатысады екен олар. Біреу вокалға, біреу биге, азайтатын болсақ, бізде 9 қалады. Демек, 9 бала еш жерге де бармайды. Сыныпта 30 оқушы бар. Барлығы 30. 22-сі спортқа 22-сі. Биге 11-і, 4-еуі 2 үйірмеге де қатыспайды. Барлығынан 4-еуін алып тастаймын, сонда 26. То есть 26 адам әйтеуір бірдеңеге қатысады. Өйткені 4 бала, олар ештеңеге де қатыспайды 4 бала. Ал менде осы шеңбердің іші әйтеуір бірдеңеге қатысатын, әйтеуір есепке қатысып жатқан адамдардың бірі сандары ғой олар. Просто мен 4 адамды алып тастаймын. Өйткені 4 адам ешқандай секцияға қатыспайды. Маған тек 26 оқушы ғана қызық. 2 үйірмеге де қатысатын оқушылар саны. 2 үйірмеге де ортасы x болсын, осы жерде сұрап тұр. Онда мына жағым 22 алу x, ал оң жағым 11 алу x. Барлығын бір-біріне қосатын болсам, шеңбердің ішіндегілерді. Сонда менде общий балаларға тең болады 26-ға. Мен, то есть 30-ға теңестірмеймін. Өйткені 4 адам ешнәрсеге қатыспайды ғой. Мынау кетеді. 22-ге 11 қоссақ 33 алу x тең 26. X тең болады 7. Жауабы 7. Ал 7 деген сан жатқан аралықты белгілейік. 7 бізде мысалы 12 мен 16-ның арасында 7 жоқ. 1 мен 4-дің арасында 7 жоқ. 10 мен 14-дің арасында 7 жоқ. 3 мен 5-дің арасында 7 жоқ. 2 мен 12-ның арасында бар 7 жеті. 2-ден 12-ге дейін сандар жазатын болсаңыздар, ішінде 7 бар ғой арасында. Вот. Сыныпта 28 бала бар. Демек, барлығы 28. 14-ті вокалға. Вокал тең 14. 10-ы биге. Би тең 10. 3 бала 2 үйірмеге де қатысады. 14-тен 3 азайтам 11. 10-нан 3 азайтсам 7. 2 үйірмеге де қатыспайтындар. Давайте бірінші ішіндегілерді қосылайық. 11 плюс 3 плюс 7 21. Барлығы 28 еді ғой. 28-ден осы 21-ді азайтсақ, 7 бала ештеңеге де қатыспайды. Сыныпта 32 оқушы бар. Демек, барлығы бізде 32. Вокалға 17-сі, биге 15-сі. 5-еуі 2-еуіне де қатысады. Окей, 17-тен 5 азайтам 12, 15-тен 5 азайтам 10. Іштерін қосып алайық. 12, 10, 22, 5, 27. Жалпы бізде 32 еді ғой. 27-ні азайтайық. Сонда 5 адам ешнәрсеге қатыспайды. Өте жеңіл есеп. Сыныпта 27 бала бар. Значит, барлығы 27. 12-сі вокалға. Вокалға бізде 12-сі. Биге 19-ы. 5 бала 2 үйірмеге де. 5. 12-ден 5 азайтам 7. 19-дан 5 азайтам 14. Жақшаның ішіндегі, жақша деппін ғой. Шеңбердің ішіндегілерді қосатын болсам, мендегі әйтеуір бірдеңеге қатысатын балалар шықпай ма? Так, 19, 26. Кейін 27-ден 26-ны азайтатын болсам, бір адам ешнәрсеге де қатыспайды.
Bir үйірмесінде 30-дан бар. 30-дан бар. 20-сы вальсті дейді. Вальсқа бізге 20 бала. Румбаға 17 адам. Ал 14-ті екеуінде билейді екен. Біраз адам екен. 20-дан 14-ті азайтып қалам. Алтауы тек вальс билейді, короче. Романтиктер олар. 17-тен 14-ті азайтам, үшеуі тек румба билейді. Енді билей алмайтындар, которые ештеңеге билей алмайтындар. Жақша, ойбай, қалай еді құрсын. Шеңбердің ішіндегілерді қосамыз. Бізде 23 деген сан болады. Кейін жалпы 30-дан 23 азайтатын болсам, 7 адам ештеңеде билей алмайды. Бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар сатып алды. Демек, теледидар сатып алғандары 19, мұздатқыш сатып алғандар 18. Олардың 9-ы мұздатқышты да теледидарды сатып алды дейді. То есть екеуінде сатып алған адамдар, бізде. Екеуінде бізде 9 адам дейді. 9 деп жазып қоямыз. Егер 19-дан 9 азайтатын болсам, 10 адам тек телевизор, 18-ден 9 азайтсам, 9 адам тек мұздатқыш. Ал теледидар ғана дейді. Теледидарды ғана деген ол мына жер. 10 адам ғой. 10 болады. Сыныптағы оқушылардың 18-і, давайте қызылмен жазып көрейік. 18-і араб, арабты 18-і, түрікті 16-сы, жетеуі бірге үйренеді дейді, екеуінде. Жетеуі. Жер дұрыс көрінбейді екен. Давайте да қараммен жаза берем. 18-ден 7-ні азайтып қалам, 11-ім тек араб. 16-дан 7-ні азайтам, 9-ым тек түрік. Барлық оқушылар дейді. Мынаны қосу керек. Шеңбердің ішіндегілерді қосамыз. Которыймен жақша деп біраз шатасқан. Жалпы 27 екен. 25 бала қазақша жақсы біледі дейді. 20-сы орысша. Орысша бізде 20. Қазақша 25. 18 бала екеуінде жақсы біледі дейді. Барлығы неше бала бар? 20-дан 18 айтам 2. 25-тен 18 айтам 7. Үшеуін бір-біріне қосам. 2 қосу 18 қосу 7. Сонда бізде 27 болады. 27 болады. Сыныпта 35 оқушы бар, 20 оқушы математикада дейді. Математиктар 20. Биологиялықтар 11. Ал 10 оқушы ешқандай сабаққа қатыспайды. Значит, жалпы бізде барлығы 35 еді ғой. Мына биология емес, бар деп жазып барлығы. Сол 35-тен мен 10-ды алып тастайын. Сонда 25 қалады. Өйткені 10 оқушы ештеңеге де қатыспайды. Сонда бізде 25 оқушы әйтеуір бірдеңеге қатысады. Бізге екеуіне де қанша оқушы дейді. Екеуіне де қанша оқушы. Қиылысын ұстап тұр ғой мына жерде. Онда мына жер 20 алу x болады, мына жер 11 алу x болады. Үшеуін бір-біріне қосамыз, 20 алу x қосу x қосу 11 алу x тең болады барлық балаларға 25-ке. Мынау x пен мына x кетеді. Менде 31 алу x тең 25 деген вариант шығады. Сонда x тең болады 6-ға. 6 адам, в общем, екеуінде оқиды екен. Енді бізде мына жерде есеп айтқан екен. Жалпы 100 жинаушы бар дейді. 100 жинаушының 70-і ескі тиын. Ескі. 75-і белгі. 80-і сіріңке қорабы. 85-і марка. Жинаушылардың кемінде нешеу 4 сатыда жинайды. Енді қараңыздар, бұл жерде бізге 4-еуін берген екен. Мысалы, андай 4 жиын берген да. 4 жиын берген. Бізге 4 жиын берсе қалай жасап болады? Мысалы, қараңыздар, 70-і ескі тиын жинаса, жалпы 100 ғой. 100-ден 70 азайтсам, 30-ы ескі тиын жинамайды. То есть теңгені жинамайды железно. 100-ден 75 азайтатын болсам, 100-ден 25-і белгі жинамайды. Мына керісіншесі жинамайтындар, кресттар. 100-ден 80 азайтсам, 20-сы сіріңке қорабын жинамайды. 100-ден 85 азайтсам, 15-і марканы жинамайды. Сонда мына жалпы неше екен? Так, 30-ға 20-ны қосамыз 50, 25-ке 15 40, 50-ге 40 қоссақ, жалпы 90. 90 адам жинамайтындар. Жинамайды.
Ну, хотя біреуін жинамайды. Ал бізде общий 100 адам ғой. 100 адамнан осы 90 азайтсам, онда 10 адам барлығын жинайтын болып шығады. Өйткені мында қараңыздар, 30-ы олар железно ескі тиын жинамайды. Аналар железно белгі жинамайды. Осылай жинамайтындарды азайтсам, жинайтындар шығады. То есть бәрін жинайтын бізде 10 адам деген сөз. 10 болады екен. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілі дейді. Ағылшын 24. 15-і неміс тілі. Немісің 15. Олардың 6-ы және 14-і француз дейді. Тағы бір жиын екен. Тағы бір битіп жиын қоямыз. Бұл бізде француздар. Французды 14 дейді. Вот. Енді бұны қалай шығарамыз? 5-еуі ағылшын, олардың 6-ы ағылшын және неміс. Ағылшын деп атқаным ол мынау. Сол жағым ғой ағылшын. И неміс. Екеуінің қиылысына 6 деп жазам. Өйткені 6-ы ағылшын неміс оқиды. Ішіне жазбаймын, сыртына жазам всегда. Сперва. 5-еуі ағылшын және француз. А мен F қараңыздар. Вот А и вот F. Ағылшын мен французға 5 деп жазам мұнда сыртына. Және де 4-еуі неміс және француз. Неміс пен французға 4 деп жазам. Ал 3-еуі 3 тілді деп біледі. 3 тілді білетіндер олар ортасында. Солар 3 адам дейді. Мекемеде бір ғана ағылшын тілін неше адам? Тек қана ағылшынды неше адам біледі дейді. Қараңыздар, 5-тен 3 азайтсам, 2 адам тек ағылшын тілін біледі. 6-дан 3 азайтсам, 3 адам тек ағылшын неміс тілін біледі. Кстати, 2 адам олар тек ағылшын французды білетіндер. 3 адам тек ағылшын немісті білетіндер. 4-тен 3 азайтам, 1 адам тек қана француз бен немісті біледі. Енді қараңыздар, біздегі жиын қандай? Бізге керек жиын ол ағылшын. То есть мына жер. Осы жиынның мына сол жақ бөлігі, сол жақ, который мен бояп атқаным, олар чисто ағылшын тілін білетіндер. Бізде олар жалпы 24 қой. Жалпы 24-тен алып тастаймын 3-ті, алып тастаймын 3-ті, алып тастаймын 2-ні. То есть андай басқа тілді білетіндерді алып тастаймын да. Сол кезде менде 18, 16. 16-сы тек қана ағылшын біледі деген сөз. Түсінесіздер ма? Мысалы мен немісім 15 қой. 15 неміс. Одан алып тастаймын, мына 3-ті и 1-ді азайтам одан. 3 и 1. Сонда 3, 6, 9, 8. 8 адам тек қана неміс тілін біледі екен. Француздар 14. Мынау тек А. Мынау тек N. Тек неміс тілін білетіндер. Мынау тек француз тілін білетіндер. 14-тен азайтамын, 2-ні, 3-ті и 1-ді азайтам. 2-ні, 3-ті и 1-ді. Так, 3-ке бөліп 8 болады. 8-ін тек француз. Бізде бір ғана ағылшын тілін. Тек қана ағылшынды 16 адам біледі. Просто мында жауапта, может 36 емес, 16 деп жазысы келген шығар. Просто қараңыздар, ағылшын тілін жалпы 24 адам біледі да, ал тек қана ағылшынды қалай 24-тен көп адам біледі. Егер ағылшынды өзі так 24 адам білсе. Тек ағылшынды одан азырақ білу керек қой. Просто жауабыға кетіп қалған. Келесіне кеттік. Мекеме қызметкерлері дейді. Жаңағы есеп қой негізі. Қайттан сала берейік. Ағылшында 24. Немісі 14. 15. 15-і неміс. Ал 14-і француз. 6-ы ағылшын неміс. Ағылшын немістің қиылысына 6 жазам. 5-еуі ағылшын француз. А мен F-тің қиылысына 5 жазам. 5-еуі бізде ағылшын және француз болды. Енді 4-еуі неміс және француз. 3-еуі 3 тілді біледі. Ортасына 3. 5-тен мына бір 5-тен 3 азайтасыздар, 2 қалады. 6-тан 3 азайтасыздар, 3. 4-тен 3 азайтам, 1. Бізге не сұраған? Барлығы неше қызметкер? Жалпы қараңыздар, 24-тен, мысалы, тек ағылшын тауайын, тек А. Мен 24-тен азайту керекпін 3 и 2-ні. Үшеуін қосып алсам 6, 8 болды.
Сонда 16 деген сан қалады. 16-сы тек ағылшын. Тек немістер. 15-тен азайтам. Мына үшеуін қосып алайын, 3, 3, 1. 6, 1, 7. 8 қалады. 8-і тек неміс. Тек француздаршы. Олар 14 жалпы. Азайтамын 2, 3 и 1-ді азайтам. 5, 6, сонда 8 қалады. Енді қараңыздар. Шеңбердің ішіндегілерді қосатын болсам, жалпы адам шығады. 16 қосылған 3, қосылған 3, қосылған 2, қосылған 1, қосылған 8, қосылған 8. Шеңбердің ішіндегілерін қосатын болсам, барлығы шығады. Барлық. Тең. Енді қараңыздар. 3-ке тосам 6. 6-ға 2-ні қосам 8. 8 қосам 16, 24, 25. 10-ды қосам 35, 6-ны қосам 41. Жалпы 41 адам бар. Алдыңғы екеуінің жауаптары ауысып кетті, скорее всего. Да, мында 41 бар ғой. Вот, мінекей, А жауабында 41 деп тұр, значит, просто олардың жауаптарын ауыстырып алған ғой. Барлығы 41 адам бар, ал 16-сы бізде тек ағылшын мінекей. Вот, видите, 16 тұр мында. Жарайды. Барлығы 41 адам. Қонақтың дейді 16-сы қымыз. Допустим, қымызды 16 адам ішеді. 19-ы шұбат. 14-ті айран. Айран 14. Енді бізге не дейді мұнда? 7 қонақ қымыз бен шұбат. Қ мен шының қиылысына 7 қоямыз. 4 адам қымыз айран. Қ мен аның қиылысқан жеріне 4 адам қоям. Шұбат айран. Ш аға мен 6 қоям мұнда. Ал 2 адам бәрін ішкен. Все, қазір 7-тен 2-ні азайтам 5, 4-тен 2-ні азайтам 2, 6-тен 2-ні азайтам 4. Тек қана қымыз ішкендер. Тек қана қымыз. Олар мына жер ғой. Мына жер ғой. Жалпы 16 ғой. Жазып қояйық. Тек, ойбай, тек бұқалды. Тек қымыз. Қымыз. Жалпы 16 ғой олар. Азайтам 5, 2, 2. Үшеуін қосасам 9 болады. Өйткені 5-ке 2-ні қосам 7, 7-ге 2-ні қосам 9. Сонда менде 7 адам тек қымыз ішкен. Болды. Алдыңғы есеп тек шұбат ішкендер. Тек шұбат тап дейді ғой. Шұбат бізде 19. Содан азайтам 5, 2 и 4 азайтам. Өйткені шұбаттың кругы ол мұнау. Шұбаттың кругы мұнау. Сол кругынан кіріп тұрған саналарды азайтып тастаймын ғой. 5, алу 2, алу 4. Бізде 9, 8 қалды. 8-і тек шұбат. Қонақтар саны табу керек. Қонақтар саны қараңыздар. Бізде мұнда 2-ге 2-ні қосамыз 4, 4-ке 4 қосамыз 8. 14-тен 8 айтсақ, мұнда 6 адам тек қана айран ішкен. Солай ғой. Олай болса, бізге жалпы адамдарды тауып жіберші деп айтып тұрды олаш. Жалпы адамды табатын болсам, мұнда жазып қояйын, жалпы 7 қосу 5, іштерін қосам, жақшаның кеттім ғой, шеңбердің. Қосу 2, қосу мына 2, қосу 4, қосу 8 и қосу 6. Сонда менде 2-2-ні қосам 4, 4-ке 4, 8, 2-8-ің 16. 16-ға 6-ны қосам 22, 22-ге 5-ті қосамын 27, 7-ні қосам 34. Жалпы 34 адам екен. Міне, жауабы. Енді мұнда айтылған екен, сыныпта 32 оқушы бар. Диаграммада оқушылардың математика және химия үйірмелеріне қатысуы көрсетілген. Неше оқушы 2 үйірмеге қатысады? Ортасын беріп қояйық бүйтіп. X деп қояйық. Математика және химия бар. Математика үйірмесіне қатысатындар олар 18, М18. Химияға қатысатындар 14, Х14. 6 адам ешқайда қатыспайды. Значит, жалпы 32 болса, сол 6-ны алып тастаймын.
Сонда менде 26 оқушы шығу керек. Мұнда онда менде 18 минус x, мына 14 минус x, и бәрін қосатын болсам 14 минус x тең болу керек 26-ға. X пен x кетеді. 18-ге 14-ті қосамын, 32 деген сан шығады. Тең болады 26-ға. X тең болады 6-ға. Сонда 6-дан екеуіне де қатысады деген сөзді білдіреді. Достар, осымен бізде есептер аяқталған екен. В конце мен давайте мынандай біз ата дегенде. Бізде пайызбен де беру мүмкін. Мысалы қараңыздар. Сыныптағы оқушылардың 60% математикаға қатысады, 70% физикаға қатысады. Екеуіне де қанша адам қатысады деп айтса. Мысалы, мынау математиктарымыз 60%, мынау физиктарымыз 70%. Екеуіне де қатысатындар x болсын, е? Онда 60-тан x азайтсам, 60 минус x пайызым тек математика, 70 минус x пайызым тек физика. И іштерін қосамыз едік қой? Я, шеңбердің іштерін қосамыз. Осы 70 минус x тең болады 100%-ға. Неге 100%? Өйткені бұл бізде барлық оқушы дегенді білдіреді. То есть бұл жерде 100-ге теңестіреміз. 6-ға 7-ні қоссам 130, ал x тең болады 100. Сонда x тең болады 30-ға. Сонда 30% екі пәнге де қатысады деген сөз. Достар, олай болса, бізбен бірге келесі саққа кеттік. Барлықтарыңызға сәттілік. Кеттік оны келесі саққа.